Бүгін сіздерге осындай өте әдемі және өте дәмді асқабақтан самсаның рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай асқабақ пен пиязымызды турап, дәміне қарай тұз бұрыш сеуіп араластырып аламыз. Содан соң қамырымызды бөліктерге бөліп, осылай орташа көлемде етіп жайып аламыз. Содан соң осылай шетінен өріп шықтым. Сіздер қалауларыңызға байланысты неше түрлі формада түйсеңіздер болады әрине. Міне осылай шықты. Самсаларымызды түйіп болғаннан соң тапамызға пергамент төсеп, самсаларымызды жайғастырып, бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, алдын ала печкамызды қыздырып аламыз әрине. Содан соң печкаға жібереміз. Өте дәмді және де өте әдемі самса шықты. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.